Қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге QR менен нені өткіземін. Бізде 8-ші сабақ уже бір айдың соңы болып қалды. Осы сенбі күні бізде осы жұмбақ есептер, тізбектелген реакцияға байланысты есептер өтіледі. Одан бөлек мен сіздерге видео жіберем. QR-ды қалай құрамыз, Google тест жасаймыз қалай. Google тестті QR-ға салып, QR-мен беруге де болады. Онлайн тест қалай жасаймыз? Онлайн тест енді неше түрге бөлінеді. Квиз тест болады, Google тест болады дегендей. Сондай. Мен қазірге QR-ды қалай құруды көрсетейін. Бірінші, мына QR-ды қалай құру. Ол үшін бізде не болу керек? Так, ол үшін біз Google-ымызға кіріп аламыз. Өзіміздің Google-ымызға кіреміз. Неге мен Google-ға кірдім. Үшін мына жерден бұлай жазамыз ғой енді, Google деп. Google деп осылай жазамыз. Сосын Google-ды ашамыз. Google-ды ашқаннан кейін мына жерде YT деп тұрады. Осы жерден YT менен аккаунт арқылы Google-ге кіреміз. Google-ге кіргеннен кейін QR жасау мақсатымыз не? QR-ды мен сіздерге кері байланысқа QR құруды үйретіп жатырмын қазірге. Сол үшін кері байланысты жасау үшін сөз мәтіндер болу керек қой. Сіздің атыңыз кім? Сабақ сізге ұнады ма, или семинар сізге ұнады ма дегендей. Сол мәтінді біз Google-дағы мына дисктің ішінде мынандай приложение бар. Создайттың ішінде мынандай бар, Google формы деген бар. Осыған кіріп біз создавать етуіміз керек өзіміздің текстімізді. Мінекей ашылды. Мына жерге біз кері байланыс деп жазсақ болады. Жерге бірінші жазып алайық. Так, мына жерге кері байланыс деп. Кері байланыс деп. Сосын барып мына алдын өшіріп тастаймыз. Так, мына жерге де тоже солай жасақ, ана уже автомат түрде жазылады. Сосын описание, мысалы ашық сабаққа деп қойық. Ашық сабаққа. Ашық сабақ дей салайық, жарайды. Енді бұны бұл жерден кейін біз ары қарай мына жерге келген кезде мына жерден біз талдаймыз, текстті талдаймыз. Өйткені олар жазады ғой. Мына жерге аты жөніміз. Мына жерге ол өзінің жауабын жазады. Сосын мына жерде біз обязательный вопрос дегенді қойып қоямыз. Келесі тағы да. Енді біз әдетте кері байланыстарда бірінші өшірет не болады? 2 жұлдыз 1 тірек деген болады. Немесе Б кестесі деген болады. Енді өзіңізге қалай ыңғайлы. Мысалы, мен жазар едім 2 жұлдыз дей салатын едім. 2 жұлдыз. 2 жұлдыз. Немесе жақсы шыққан. Ашық сабағың жақсы ұнағаны. Бұл жерде бұлай жазып қойсақ болады енді. Кейбір адамдар түсінбеу. Так. Ашық сабақтағы маған ұнағаны деп жазып қояйық. Түсінбей қалмасын. 2 жұлдыз. 2 бір керемет бір ұнағаны сізге жазсын. Так, мына жерге текст қойып қояйық. Міндетті түрде қойып қояйық. Екіншісіне бір тілек. Қандай да бір сізге өзгертуге қажетті, или өзіңізге қажетті ұсынатын ұсыныс деп қояйын. Ұсынысты осында жазады. Болды. Осы ең жақсы бізге вариант. Так. Сонымен, так, соңы жарайды, түсінбей жатқан тіпті айтары бар болса, қорытынды деп қояйын. Қорытынды. Қорытынды ол толықтай жалпай не кетсін. Так, міндетті түрде қояйық. Міне біздікі дайын кері байланысымыз. Енді бұдан біз QR-ды дайындаймыз. Google тестте тура осылай. Просто мына жерде нені өзгерте саласыздар.
не жердегі өзгеріс. Один из списка дегенді қоясыздар, бал қоясыздар. Онда жарайды, бір сәт түскенде түсіндірер. Сосын апликовать етесіздер. Апликовать етілді. Енді апликовать еткеннен кейін барып біз мынаны аламыз. Копировать етіп аламыз да. Сосын любой Яндекс болсын, Google Chrome болсын, QR деп создать етсе, QR коды деп шығады. Мына неше түрлі шығады. Осының ішінен біз ссылка на сайт деп жазуымыз керек. Сосын міне біреу басын өшіріп тастайық, анада қосымша келеді. Былай жаза салайық. Басын бір көріп жүрейік. Осы басынан қателік кетеді. 2 HTTP деген 2 рет қайтадан сол шықпай қалады Google. Сондықтан ана басын өшіріп тастайсыз. Сосын средний осы 4 дұрыс создать код. Не уже сіздің создать етілді. Болды, мынаны аласыз да скачать етіп алсаңыз да болады. Сохранить етіп алсаңыз да болады. Копировать изображение дейді да, нәрселер жерге ортқа апарып жерге қоя салайық. Не болды, дайын. Сіз осы жерге бір өзіңіздің бір фотоңызды мына жаққа қоя сап, мысалы, мына жағына қойып, мына жаққа өзіңіздің фотоңызды қойсаңыз болады. Оформление ары қарай жасай бересіз. Ал енді мен мына тексеріп көрейін өзімнің неменен. Так. Сізде тексерсеңіз болады. Не уже шығып тұр. Болды. Осыны өздері жазады, толтырады, отправить ете салады. Ал енді бізде ол қалай шығады? Бізде ол былай шығады. Мен өзімдікі өшіріп тастадым, не істедім? Мынау менің алдындағы кері байланыс жасаған. Міне. Вопростар бұлай болды. Сізге ұнағаны сіздің пікіріңіз болды. Ответ мынандай болды. Дипсик ұнады, жи ұнады дейді. Мына жерде пікіріңіз дейді. Сабаққа өте керек нәрсе дейді. В общем, осындай пікірлерім болады. Осыны скрин жасап, өзіңіз аш сабақтан кейін өздеріңіз бересіздер ғой, соған жіберсеңіз болады. Міне мен кері байланысым деп берді. Аш сабаққа мұғалімдер көп қатысқан жағдайда. Сол қорытынды жасасаңыз болады. Міне осындай керемет дүние бар. Ұнаса, пайдаланып алыңыздар, ізгіліктеріңізді істетіңіздер.